Қоршаған ортаны қорғаудағы биотехнология. Биологиялық процестер мен ағзаларды пайдалану арқылы табиғи ортаны ластанудан тазарту, табиғи ресурстарды үнемдеу және экологиялық тепе-теңдікті сақтау бағытындағы. Осы тақырып бойынша негізгі бағыттар мен мысалдар. Бірінші, биологиялық тазалау, биоремедиация, ластанған топырақ пен суды микроағзалардың көмегімен тазалау. Мысалы, мұнаймен ластанған жерлерді бациллус сияқты бактериялармен тазалау. Бұл әдіс экологиялық Екінші, тазарту құрылғыларындағы биотехнология. Қалалық және өндірістік ағын суларды биологиялық тазалау. Аэробты және анаэробты бактериялар органикалық қалдықтарды ыдыратады. Биоағын реакторлар мен метантектер көмегі. Үшінші, қалдықтарды қайта өңдеу және энергия алу. Азық-түлік және ауыл шаруашылығы қалдықтарынан биоотын өндіріледі. Бұл дәстүрлі отын түрлеріне Төртінші, фиторемедиация. Кейбір өсімдіктер ауыр металдарды мен улы заттарды өз бойына сіңіріп, топырақты тазартады. Мысалы, күнбағыс радионуклеидтерді сіңіре алады, жоңышқа нитраттарды азайтады. Бесінші, гендік инженерия және экологиялық тұрақтылық. Ғалымдар гендік түрлендірілген микроағзаларды жасайды, олар улы заттарды тезірек ыдырата алады. Сондай-ақ ауыл шаруашылығында аз тыңайтқыш қажет ететін өсімдіктер шығару арқылы топырақтың тозуын азайтуға болады. Алтыншы, биотехнологияның экологиялық артықшылықтары. Табиғи процестерді қолдану химиялық әдістерге қарағанда қауіпсіз, энергияны үнемдейді, көмірқышқыл газының шығарындыларын азайтады, қалдықтарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді.